Баршаларыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен араб құймақтарының рецептісімен бөлісетін боламын. Егер де менің каналыма бірінші рет кіріп тұрған болсаңыз, міндетті түрде подписация белгісін басып, комментария қалдырып кетіңіз. Алдымен ыдысқа жылы су, жылы сүт, қант және ашытқымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, електен өткізіп салып араластырамыз. Енді осы қамырымыздың бетін жауып, 20 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. 20 минут өткеннен кейін пищевой пленкамызды алып, қопсытқышымызды салып араластырамыз. Кейін сұйық майымызды құйып, барлығын араластырамыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Кейін табамызды қыздырып, құймақтарымызды домалақ пішінге келтіріп құямыз. Құймақтарымыздың бетінде тесіктер пайда болып, құрғаған кезде құймақтар дайын болды деген сөз. Және де қолмен ұстап көрген кезде қолға жабыспауы керек. Ал енді осы құймақтарымыздың ішіне өздеріңізге ұнаған кез келген салманы сала берсеңіздер болады. Мысалы, қуырылған фарш, қуырылған капуста, джем немесе мен секілді шоколад пастасын салсаңыздар да болады. Тағы бір мәрте көрсетіп жіберейін. Құрғақ табамызға қасықтың көмегімен құймағымызды құйып, бетінде тесіктері пайда болып, құрғаған кезде құймағымызды аламыз. Және де құймағымыз сәл жылыған кезде бірден шоколад пастасын салып, видеода көрсетілгендей етіп 3 бұрыш пішінге келтіреміз. Және де қолдың көмегімен қаттырақ басып, құймақтарымызды бір-біріне жақсылап жабыстырамыз. Міне біздің араб құймақтарымыз дайын болды. Егер де рецепт ұнаған болса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписация белгісін басып тіркеліп, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ажар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.